Қайырлы күн. Бүгінгі біздің тақырыбымыз білім деңгейін анықтаудың тиімді аспектілері. Құрметті білім алушы, жалпы білім бағаланып отырады. Баға бұл сіздің әрекетіңіздің оқу мен дағдыны қалыптастырудағы жетістігіңіз, жемісіңіз болып табылады. Біз бүгінгі тақырыбымызда педагогикалық өлшем бірлігі саналатын педагогика ғылымдарының докторы профессор Вадим Сергеевич Аванесовтың тест тапсырмаларын жасаудың үлгілерін сөз етеміз. Назар аударыңыздар. Жалпы тест тапсырмаларын жасау неден тұрады? Тест мағынасына қарай екіге бөлінеді. Бағалаушы және үйретуші тест тапсырмалары. Тест тапсырмаларын әдетте бірнеше түрлері бар. Альтернативті, конструктивті, екі жауабы немесе бірнеше жауапты тест тапсырмалары, бір ғана жауапты тест тапсырмалары, тағысын сол сияқты тест тапсырмаларының түрлері бар. Бүгінгі біздің тест тапсырмалары жасаудағы қандай алгоритмдер сақталыну керек? Біздің бүгінгі тест тапсырмалары қандай нұсқаулықта жасалғандығы жайлы әңгіме етеміз. Мынаған назар аударайық. Тест тапсырмаларын жасау үшін біздің өзіміздің оқу үстелімізде бірнеше өзіңіз қарастыратын пән бойынша бірнеше оқу құралдары, әдістемелік құралдары, дидактикалық тағысын, тағы бірнеше әдебиет болуы тиіс. Осы негізде шығармашылықпен келген әрбір оқытушы және білім алушы сол кезде ғана барып тест тапсырмаларын жүйелі жасауға әрекет етеді. Енді мына мәселелерге назар аударайық. Жалпы қағидалар мен нұсқаулары тест тапсырмаларын орындау кезде басшылыққа алынуы тиіс. Қандай қағидалар? Мынандай. Бірінші, педагогикалық теория өлшемдерінің бастапқы ұғымы педагогикалық тапсырмалар. Біздің тест деген сөзімізге өздеріңіз байқап отырсыздар, тапсырмалар деген тіркес еніп отыр. Сондықтан біздің тапсырмамыз педагогикалық деп аталуы бекерден бекер емес. Екінші, тест тапсырмаларын құрастырудағы түр элементтерді орналастыру мен ұйымдастырудың ұстанымына тоқталамыз. Ол қандай ұстанымдар? Демек, тест тапсырмаларын жасауда қандай белгілі бір шарттар қойылады? Білім алушыны немесе тест тапсырып отырған білім алушыны жалықтырып алмас үшін белгілі бір дәрежеде оның өзіндік алгоритмдері бар. Міне осы жайында айтамыз. Келесі, тест тапсырмаларының түріне қойылатын талаптар бар. Тест тапсырмаларын алғаш рет бергенде міндетті түрде нұсқау берілуі тиіс. Сіздің орындайтын тест тапсырмаңыз бір жауапты немесе бірнеше жауапты деген секілді. Келесі, назарларыңызға синтаксис, яғни қазіргі қазақ тілі синтаксис пәні бойынша мен сіздерге тест жасаудағы үлгінің көрсетемін. Біздің бүгінгі тест жасаудағы мақсатымыз не? Бірінші, қысқалық. Шұбалаңқы сөздерден көрі, темірден жасалған пеш дегеннен көрі, темір пеш деп айтқан әлде қайда жағымды келеді. Ендеше, тестті жасап тапсырмаларын жасау барысында міндетті түрде сөйлемдерге, шұбалаңқы сөйлемдерге, немесе сөз тіркестерінен көрі бір ұғымды білдіретін қысқалықты аса қажет етеді. Келесі, технологиялық шеберлік, өнер, анықтық қажет етіледі. Яғни шеберлік деп отырғаныңыз, жаңағы мен айтып өткенде, тест тапсырмасын жасайтын білім алушы немесе оқытушының қолында бірнеше өзінің пәніне қатысты материалдар болуы тиіс, ресурстар болуы тиіс. Келесі, айтылымның логикалық түрі. Ол міндетті түрде тест тапсырып отырған тапсырушыға міндетті түрде әсер етеді. Логиканы жүйелі түрде беру көзделеді. Келесі, жауаптарды бағалау ережесінің бір келкілігіне назар аударамыз. Яғни, сатылы деңгейде немесе
көзді шаршатып алмау үшін белгілі бір жауаптарды сатылы негізде ерекше көрсетуге болады. Келесі тәжірибеде өту үшін нұсқаудың бірдейлігі. Осы пән бойынша берілетін тест тапсырмалары міндетті түрде білім алушы тарапынан өтілген материал болуы тиіс, қамтылуы тиіс. Соның негізінде тест тапсырмаларын жасақтаған абзал. Келесі тапсырма мазмұны мен түрлері нұсқауларының нақтылығы. Яғни, сіз нақты тапсырма бересіз. Қазіргі тест тапсырмалары бір жауапты тест тапсырмасы немесе екі немесе бірнеше жауапты тест тапсырмалар деген секілді. Әрі қарай енді мына назар аударайық. Бір жауабы дұрыс тапсырмаларға нұсқау. Қараңыздар, назар аударыңыздар. Бір ғана жауабы дұрыс тапсырмалар. Оны әдетте көптеген тәжірибеде қолданып жүрміз. Келесі дұрыс жауапты дөңгелектеңіз. Тест тапсырмалары ешқашан нұсқаусыз берілмейді. Келесі тапсырмада бірнеше жауабы дұрыс болса, нұсқау беріліп отырады. Екі және бірнеше жауабы дұрыс тапсырмалар деген секілді. Келесі мынадай жауаптар бар, тест тапсырмалары болмайды. Вадим Сергеевич Аванесов осы мәселеге ерекше тоқталып өтеді. Яғни дұрыс жауап жоқ, барлық жауаптар дұрыс деген нұсқаулықты бұл тест тапсырмасы барысында беруге болмайды. Міне осыған назар аударыңыздар. Яғни қазір мен сіздерге жаңағы айтқан мақсат, қағидалар, талаптарды басшылыққа ала отырып жасалған тест үлгісін көрсетуге рұқсат етіңіздер. Синтаксис. Яғни бірінші синтаксис деген пәннің аты байқап отырсыздар, бас қаріптермен жазылып отыр. Мінекей. Барлығы бас әріптермен жазылып отыр. Келесі тест тапсырмасына назар аударайық. Синтаксис зерттейтін салалар. Назар аударайық. Бұл жерде де тапсырмалар бас әріптермен беріліп отыр. Енді бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші жауаптар байқап отырсыздар, араб цифрмен және жақша арқылы беріліп отыр. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Енді тест тапсырмаларындағы берілген сөздерге назар аударайық. Етіс, шырай, сөйлем, сөз табы, сөз тіркесі. Ендеше бұл тапсырма екі немесе бірнеше жауабы дұрыс тапсырма болғандықтан жауабы сөйлем және сөз тіркесі. Енді жаңа нұсқаулықта көрсетіліп өткендей байқап отырсыздар, әрбір жауап өте нық, анық, қысқалықпен беріліп отыр. Етіс, шырай, сөз табы, сөз тіркесі. Сөз тіркесі қарастырады. Бұндағы жаңағы талап орындалып отыр. Бір саннан кейін жақша, араб цифрынан кейін және жауаптарға назар аударыңыз. Сөздердің өзара тіркесу қабілеттілігін, сөздердің тіркесу тәсілдері түрлерін, сөздердің құрылу принциптерін, сөз тіркестерінің құрамын, сөйлем құрамын, сөйлем түрлерін. Мұнда да дәл нұсқаулық бойынша екі немесе бірнеше жауабы дұрыс тапсырмалар. Назар аударайық жауабына. Бірінші, яғни жауап сөздердің өзара тіркесу қабілеттілігін, сөздердің тіркесу тәсілі түрлерін, демек сөз тіркесі қарастырады екен. Келесі мысалға назар аударайық. Сөйлем синтаксисі қарастырады. Өзіңіз назар аударып отырыңыз. Дәл сол үлгі қалыптастырылған. Енді мынау алғашқы тест тапсырмасында үш жауабы дұрыс тест тапсырмасы берілген. Жоғарыда атап өтілген нұсқаулық бойынша белгілі бір жүйемен жасалып отыр, сатылы және екі немесе бірнеше жауабы дегенде үш жауап беріліп отыр. Демек, сөйлем синтаксисі қарастырады сөйлемнің құрылу принциптерін, сөйлемнің құрамын, сөйлемнің түрлерін деген жауап береді. Мынау сөз тіркесінің негізгі шарттары дегенде де
дәл сондай мысал. Келесі тест тапсырмасында мынандай мәселеге назар аударайық. Сөйлемді айқындайтын негізгі белгілер нелер? Мынау тест тапсырмасында байқап отырсыздар, 8 жауап бар. 8 жауаптың өзінен 1, 2, 3, 4, 5 жауабы дұрыс. Ендеше бұны да нұсқаулықта міндетті түрде 2 немесе бірнеше жауабы бар тест тапсырмалары сіздерге ұсынылады деген нұсқаулық міндетті түрде берілу керек. Келесі тест тапсырмасына назар аударайық. Ендігі келесі тапсырмамыздың ерекшелігі баланың, білім алушының білімінің терең білу анықтау мақсатында және алған өзінің теориялық білімін нақтылау мақсатында міндетті түрде өйткені деген сөз қолданылады. Назар аударып отырыңыздар. Алтын сағат сөз тіркесі ме? Ендеше көрейік. Бірінші түйдекті тіркес, тұрақты тіркес, атаулы тіркес, фразеология, еркін тіркес, сөз тіркесі. Жауабы еркін тіркес, сөз тіркесі. Ендеше қалай білді? Нақтылай түсейік. Өйткені орнын ауыстыруға болады. Сағат алтын, алтын сағат. Орнын ауыстыруға болады. Жауабы келесі сабақтаса байланысқан. Назар аударайық. Алтын сағат. Сағат басыңқы сөз, алтын бағыныңқы сөз. Келесі құрамында 2 сөз бар. Құрамында толық мағыналы, лексикалық мағыналы 2 сөз бар. Екеуі де сағат, не зат есім, алтын, не зат есім, изофетті құрылыстағы сөз тіркесі болалдығын білім алушы дәлелдеп шығуы керек. Келесі тапсырмалар, сөйлемге байланысты берілетін тапсырмалар, тағы да білім алушыдан үйретуші тест тапсырмасы болғаннан кейін терең білімді қажет етеді. Мынаған назар аударыңыздар. Лепті сөйлем, хабарлы сөйлем, айтылу мақсат мағыналары және сұраулы сөйлем, бұйрықты сөйлем, сұрақтар мазмұны. Енді білім алушы тест тапсырмаларын орындау барысында осы беріліп отырған 4 сөйлемнің мынау жауап, 14 жауаптың қайсысына тиісті екенін анық білуі керек. Назар аударайық. Ашық, қарсы, күмәнді, таңырқаулы, риторикалық. Осы тапсырмалардың ішінде білім теориялық білімі бар. Білім алушы, тест тапсырмасын орындаушы міндетті түрде бұл сұраулы сөйлемге қатысты екендігін белгілеп, ашық сұраулы сөйлем, қарсы, күмәнді, таңырқаулы, риторикалық деген сияқты сол сөйлемдердің жауабын береді. Мінекей, жалпы тест тапсырмалары сондай-ақ Аванесов тәсілі бойынша толықтыр. Қос нүкте назар аударыңыз безендірілуіне. Тапсырма, қос нүкте, дұрыс жауап жазу. Сөз тіркесіне қажетті шарттың бірі. Тіл білімінде өздеріңіз жақсы білесіздер, сөз тіркесіне белгілері, бірнеше белгілері бар. Соның ішінде білім алушы толық 2 лексикалық мағынадан тұратын деп жазса болды, шарттың бірін. Келесі сөйлем үшін негізгі материал, сөз формасы деп жазса болды. Келесі кәсіпті білдіретін есімді тіркес, мұғалім, қыз, инженер, жігіт. Демек, жігіт сөзі басыңқы сөз, инженер сөзінің қай мамандықта екенін білдіріп, есімді тіркесті құрап тұр. Мінекей, осындай мысалдар арқылы тест тапсырмаларын жүйелеп жасауға болады. Құрметті білім алушы, сіздің осы тест тапсырмалары негізінде мынандай әдебиеттерді пайдалана аласыз. Аванесовтың форма тестовых заданий, Мәскеуден шыққан, тағы да Вадим Сергеевич Аванесовтың композиция тестовых заданий, тағы да теоретические основы разработки заданий в тестовой форме деген еңбектерін жемісті қолдана аласыз. Құрметті білім алушы, бүгін сіз білім деңгейін анықтаудағы тест тапсырмаларын қалай жасауға болады, қандай алгоритмдері бар деген сұраққа жауап алдыңыз. Рахмет.